Шежін мектеп Бөбекжай балабақша кешенінің 10-шы сынып оқушысы Оразай Нұрайна. Менің бүгінгі шығармашылық жобамның тақырыбы «Жанашырлыққа жан риза». Бұл жобамның құндылығы дұрыс әрекет, ал қасиеттері адалдық, мейірімділік, сүйіспеншілік, сыйластық және де жақсылық жасау. Бұл жобамның мақсаты жақсылықтың адам өміріндегі мәнін және жақсылық жасаудың қуаныш әкелетіндігін сезіндіру. Мейірімділік, сыйластық, жақсы істер жасай білу іскерліктерін дамыту. Жақсылық жасауға, қайырымды болуға тәрбиелеу. Мектеп табалдырығынан ең алдымен біз тәрбие мен білімді ұштастырып алып келеміз. Күнделікті сабақтан білім алған кезімізде үлкендерді сыйлап, оларға үнемі көмектесіп жүру керектігін ұғынамыз. Жақсы қасиеттерді бойымызға сіңіреміз. Жасылан ұйымы болып, әрдайым ауыл қарияларына, үлкендерге, ардагер ұстаздарымызға қолдан келгенше көмек береміз. Біз ешқашан жақсылық жасаудан шаршаған емеспіз. Қайырымдылық жасасаң қайырын көрерсің дегендей, қайырлы істің ұршығын иірген оқушыларымыз нағыз адамгершіліктің үлгісін көрсете білді. Халқымыздың қанына сіңген игі қасиетіміздің сауабы мол болғай. Еріктілік ол жастардың өз белсенділігін көрсетіп қана қоймай, адамдарға көмек беріп, тәжірибе жинауға, өмірлік маңызды дағдыларды дамытып, әлемді жаңа қырынан көруге мүмкіндік беретін бірден-бір сала. Әлеуметтік көмекті қажет ететін отбасыларға азық-түлік өнімдерін қолдау көрсетіп, және қарт кісілердің үйінің ауыр жұмыстарына көмектестік. Ауылымыздың әлеуметтік бірінші топтағы мүгедек балаларға барып, көңілін көтеріп, мерекелік көңіл-күй сыйладық. Міне, жақсылықтың өмірде адам баласына берер пайдасы өте көп. Адамның қуанышты, көңілді, әсерлі болуындағы жақсылықтың беретін пайдасы өте көп. Әрқашанда кез келгеніміз жақсылық жасасақ, бізге тек жүрегімізге жылылық ұялайды. Адамның нәсіліне, ұлтына, түріне қарамай, жақсылық жасау әр адамның рухани байлығы, адамгершілігінің деңгейі, көңіл көтерудің басты байлығы. Осыны ешқашан ұмытпаған жөн. Әрдайым жақсылық жасап, жарысайық.